Ух, шіркін. Мен қашан осылай жылдам жүріп үйренеді екем. Тым болмағанда Батыр Бек сияқты жылдам жүруді үйренсем ғой. Бәрбір мына көліктер сияқты жылдам жүре алмайсың. Жоқ, кейін үлкен болғанда мен бәрінен озып кетем. Үлкен болғанда? Үлкен болғанда. Сен үлкейгенше қанша жыл бар әлі? Неге олай дейсің? Сонда менің жарысқа қатысуыма әлі көп уақыт бар ма? Жүр кеттік. Мен ешқайда бармаймын. Жүр кеттік. Дүлдүл мен Ақылбұс атай аулада жарыс өткізгелі жатыр. Шын айтасың ба, Саубек? Қандай жарыс болады? Білімділер сайысы. Білімділер сайысы деген не? Біз не істейміз? Мен қайдан білем? Әйтеуір білімділер жарысы дейді. Көшеге шығып жарысатын шығармыз. Үлкен көліктердің ортасына түсіп алып, солдап кетсек қой, шіркін. Кеттік енді, бол. Менің достарым, біз бүгін өнер, білім жарысын өткіземіз. Иә, сендер бүгін өздерің білетін өлең, тақпақтарды айтып сайысқа түсесіңдер. Би билеуге де болады. Алақай, мен көп тақпақ білемін. Ақыл ата, бірінші мен айтайыншы. Әрине қызым Айару, айта ғой. Мен мұнандай жарысқа қатыспаймын. Неге қатыспайсың, Батыр Бек? Білімді екенімізді көрсетпейміз бе? Маған біліміңнің керегі жоқ. Батыр би, ақылды болсаңшы, білімді болсаң мыңды жығасың деген сөз бар. Керісінше мұндай сайыстарға қатысу керек емес пе? Әне, Айару бірінші болып бастайды. Ей, сен данышпан. Ақылбұс атай кеткен соң менен таяқ жейсің. Мен оқуды қаладым. Өзім санай аламын. Үлкендерді тыңдаймын. Инабатты боламын. Міне, біздің Айару өте білімді. Менің жұмысқа баруым керек. Өздерің сайысқа түсе беріңдер. Дүлдүлдің айтқанын тыңдаңдар. Жарайды, Ақылбұс ата. Білім жарысы деген не? Оны қазір сендерге Дүлдүл айтып береді. Батыр Бек, енді сенің кезегің. Қандай тақпақ айтасың? Жоқ. Енді менің айтқанымды тыңдаңдар. Ешқандай білім жарысы болмайды. Біз доп ойнаймыз. Білімділер сайысы деген ұқса екен ғой. Кеттік ендеше. Мәссаған! Дүлдүл, біздің сайысымыз болмайтын сияқты. Иә, олардың тек доп ойнағысы келеді. Ал мен оларға білім үйретейін дегенмін. Ашуланбашы, Дүлдүл. Олар келесі жолы сені тыңдайды. Оларды білімді болуға қалай үйретеміз? Олардың бәрі тентек, әсіресе Асаубек пен Батыр Бек. Біздің Асаубек негізі өте ақылды. Ол менің ағам. Бірақ ол саған мүлде ұқсамайды. Дүлдүл, біз оларды білімді болуға үйретуіміз керек. Иә, білімді болсалар күшті, мықты болатын еді. Маған бір ой келді. Міне қарашы. Астана? Біз оларға, егерде көп білім үйренсеңдер, Астанаға апарамыз деп айтайық. Айару, сен өте ақылдысың. Қане кет. Міне, бұлай. Мен ұстап алам. Оппа! Батыр Бек, жүр қашайық. Ақылбұс ата көріп қойса ұрсады. Жүріңдер, балалар, алаңқайға кет. Алаңқай? Ақылбұс атаға айтып қойсаңдар, сендерді көрші ауладағы жайбасарға айтам. Ұқтыңдар ма? Иә, қаштық. Дүлдүл,
терезе сынып қалды. Терезені кім сындырды екен? Менің ойымша Батыр би сындырды. Ол неге соншама бұзық болғысы келеді екен? Бүгін мектепте жұмыс көп болды. Балаларды үйлеріне таратып тастадым. Ал сендер не істеп жүрсіңдер? Ақыл бұзата, мына терезені... Білем, шөбі жаңа алаңқайға қарай қашып барады екен. Тіпті мені байқамай қалды. Зуылдап кетіп барады. Сіз білесіз бе? Оларға айтыңызшы, олар бүгін білімділер сайысына қатыспай қойды. Олар доп ойнады. Жарайды, айтайын. Келіңдерші сендерді құшақтайын. Ең білімді балалар менің. Балалар. Батыр би, батыр болсаң бері кел. Қазір барам, дөңкейін жай басар. Сендерді өте білімді деп естідім ғой. Иә, біз өте білімдіміз. Әлде сенбейсің бе? Ендеше менімен жарысасыңдар. Біз дайынбыз. Мен дайынмын. Батыр би, жарыспай-ақ қойсақ қайтеді? Тұлпар, сен тыныш тұр. Батыр би бұны жеңіп кетеді. Менің қасымда Айнабек сұрақ қояды. Кім дұрыс жауап береді, сол жеңеді. Қандай сұрақ болса да шемшке сияқты шығам. Чағамын деп тамағыңа кетіп қалмасын. Ал қазір сенің біліміңді байқап көреміз. Ал, айт, батыр. Қазір айтам, тұра тұр. Айтпасаң, өзім айтам. Есіме түсті. Мынау тұрған қызыл түс, бұл жақта үйлер бар дегенді білдіреді. Бұл белгі, ұлыға болмай, ары қарай жол жоқ дегенді білдіреді. Күлгенді көрсетемін саған. Келесі сұрақты қойыңдар. Ирек екі сызық. Бұл не екен, Иә, таптым. Алдыңғы жол ирек, абайлап жүр деген белгі. Ей, сен өзі түк білмейсің ғой. Бұл тайғақ жол дегенді білдіреді. Түк білмейді. Ендеше доп ойнайық. Кім жеңер екен? Ойнайық. Бірақ тағы жеңіліп қалып жүрме. Бірінші түріңе қарасаң шей. Сендер әділ ойнап жатқан жоқсыңдар. Мен қалай ойнасам да өзім білем. Ал енді үйлеріңе қайтыңдар. Білімділер. Білімді болуымыз керек екен. Білімді болу үшін доп ойнай білу керек екен десе. Енді кешіріңдер достарым, білім дегеніміз доп ойнау емес. Кім жол ережесін өте жақсы білет, сол білімді. Оны қайдан білейік? Бірақ анау жайбасар әділ ойнамайды екен. Бізден үлкен болғасын күшіне сеніп жүр ғой өзінше. Онымен әлі талай кездесеміз. Сол кезде көрсетеміз қалай ойнау керек екен. Сонымен Айару, бүгін екеуміз жол белгілерінің екеуін үйрендік. Иә, Дүлдүл, саған үлкен рахмет. Мен осылай оқи берсе, өте білімді боламын. Сосын сенімен бірге Астанаға барамын.
мен де барамын Астанаға. Мен де. Ендеше бүгіннен бастап сабақтан қалмаңдар. Батырбек, сен сындырған терезені ақыл бұсата жөндеп қойды. Кешірім сұраймын. Терезені байқамай сындырып алып, және доп ойнағанша білім алу дұрыс екенін білдім. Иә, біз енді сабақтан қалмаймыз. Дүлдүл, сен бұдан бұлай жол ережесін бізге жақсылап үйрет, жарай ма? Дүлдүл, таңертең сені тыңдамай доп ойнап кеткеніміз дұрыс болмады. Сондықтан саған мен өзімнің өнерімді көрсетейін. Мен билей аламын. Мінекей, ақылдыларым менің, мынау сендерге. Мұның ішінде не бар? Сыртында су деп жазылып тұр. Иә, балалар, бұл су. Қазір мынау бір тетікті басып қаламыз. Сол кезде... Рахмет сізге, ақыл бұсата. Ал неге тұрсыңдар? Шомылмайсыңдар ма? Не деген су? Ей, қорқақ, міне бұлай түсет суға. Қане, кеттік. Міне, бұлай түсет.